Германия үкіметі миграциялық заңнамаға өзгерістер енгізді. Енді баспана алу ережелері қатаңдатылып, белгілі бір санат бойынша босқындарға жәрдемақы беру қысқартылады. Адамдар үшін қауіпсіз елдер тізімі кеңейіп, олардың қатарына Албания, Косово және Черногория қосылды. Жаңа заң парламентте қабылданса, федералды жерлерге қаржылай көмек көрсетіледі. Әрбір босқын үшін үкімет айына 670 еуро бөлмекші. Мигранттар көлемінің көбеюіне байланысты федералды жерлер, коммуналар мен қалалардың ресурстары азайып жатыр. Босқындарды қабылдау орталығында тартысты жағдайлар жиі орын алуда. Өткен жексенбіде Кассель қаласында тамақ тарату кезінде жаппай төбелес орын алып, 14 адам зардап шекті. Олардың үшеуі полиция қызметкері. Мекке маңындағы мина алқабында құлшылық ету кезіндегі кептелістен 1000-ға жуық адам қайтыс болды. Үндістан, Пәкістан, Индонезия және Нигерия билігі дәл осындай ақпарат таратып отыр. Сауд Арабия билігі ресми түрде 769 адам құрбан болды деген еді. Алайда Пәкістандағы басқарушы партия өкілдері жаңа цифраны айтты. Сауд Арабиялық үкімет дипломаттарға 1100 құрбандықтың суреттерін жіберген. 1100 адам азаптаушылар ретінде қайтыс болды. Бұл суреттерді біздің Джиддегі елшілігімізден көре аласыздар, дейді депутат Тарик Фазал Чодри. Апаттың тергеу барысына 228 азаматы қайтыс болған Иран да сын айтып отыр. Тегеран арабиялық биліктің қажылық кезіндегі қызмет көрсетуін жүйесіз және немқұрайлылық орын алған деп атады. Сауд Арабия билігі адамдардың қайтыс болуына құлшылық етушілердің қозғалыс ережесін сақтамағаны себеп болды деп есептейді. Сауд Арабия королі Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд алдағы уақытта қажылық өткізу жоспарын өзгертуге уәде берді. Америкалық Tesla компаниясы Model X атты жаңа электромобильдің сатылымын бастайды. Осы шараға байланысты Калифорниялық Фримонтта бірнеше машинаның қатыстырылуымен арнайы тұсаукесер өтпек. Бірақ жаңа көліктерге тек ақпан айынан бастап мінуге болады. Алғашқы Tesla көлігі 2012 жылы таныстырылған. Жеткізілім 2013 жылдың соңында басталады дегенімен, сатылымның нақты мерзімі бірнеше рет кері шегерілді. Model X үлгісіндегі машинаның 772 жылға күшіндей қуаттылықпен қамтамасыз ететін 2 электрқозғалтқышы бар. Электромобиль жартылай қуатталғанда максималды жылдамдығы сағатына 250 шақырымға дейін жетеді. Нидерланды зауыттарында шығарылған көліктердің құны $80 000